Салам алейкум, урметлі серджелері. Бұл UA TV студияда Украина хаберлері бүгін октябрьнан 8 салы күні біз сіздерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар хақында тариф етмеге азырмыз. Украинлерны қыдырув Украина юқары рада инсан ақлары векілетлесі Людмила Денисова, Русия зена аддашы Татьяна Москалькова, Владимир Дудка ве Алексей Бессарабовнын булунган яраны белгелемеге рижа етті. Бұқта ось Facebook сәйфесінде язды. Украинлер сентябрь айында Қырымдан Москваға этап етілді. Бессарабов ве Дудка Дмитрий Штыбликов ве Евгений Панов еле бераберлікте үч ел евелісі ешғал етілген Қырымда яқаланылды. Олар Украина истихбаратының сымарашынен ярымадада диверсияларға азырлық көрмесінен қабатланылды. Украина телекөсізлі қызметі бұл малюматны рет етті. Дудка ве Бессарабов 14 ел серт апис жазасына макюм етілді. Шынды не ерді олғанлары беледегіл. Русияның әсірлігінде назад етілген саяси мобиус Олег Сенцов бірлешкен милетлер тәшкілатына әпесханеде тұтылуы аққында малюмат берді. Бұқта миссияның матбуат қызметі хабер еті. Бұкебі интервьюлер вақтында топланылған малюматны Қырымда инсан ақларының бағлы вазиетінің талил етілмесі, ачық марузалар азырланмасы ве жинайетчілерінің месулиетке желп етілмесі үшін құланмақ ниетленелер. Миссия сентябрьнің едісінде азат етілген эпосы саяси мобиуслерінің шатлығыны топлайжақ ола. Москва Донбасста вазиятның тынч чәзілмесінде Нормандорт лүгі саммитіні бозажақ ола. Бұқта ICTV телевизион каналының яйнында Украина тышқы ишлер назирі Вадим Пристайко хабер етті. Оның айтқанына көре Украина оге адым япып саммитнің кечірілмесі үшін әршейні япты. Яне Штайнмайер формуласы ве Донбасста құветлерінің кері чекілмесі аққында келешті. Ознев бетінде Русия яны шартлар қойы башлады. Бұл Украина қануларына Штайнмайер формуласының көрсетілі водар. Пристайко бұл кебі әрекетлері Москва Норманд дортлігі саммитіні кечірмемек үшін яны себеплер қыдырғаныны көстере деп қайдетті. Курт Уолкер Маккейн институты талил мерkezінің ижра мудирі вазифесінден бошады. Америка Бірлешкен Дәвлетлері Дәвлет департаментінің Украина мәселелері сабық махсус темселжесі қайдетті ке, себеп президентлер Трамп ве Зеленский арасында телефоннен олып кечкен субет этрафында пейда олған сияси қавғадан сон күтлеви хабер васталары тарафындан юксек дикат олған. Уолкерның айтқанына көре бұл Маккейн институты ирешмелерінден диққатны чеке. Сентябрьдің 28-інде вазифесінде 2 ел девамында чалышқан сон Курт Уолкер истифаға ариза берді. Бұның себебі Трамп ве Зеленский арасында олып кечкен телефон субетке гизли кешінің шикееті олды. Анда Уолкерның ады да аныла алазарда тақиқат кечірілі. Америка Бірлешкен Дәвлетлері Конгрессінің темселжелер палатасы Пентагондан Украинада васы мевзусында весиқаларны талап етті. Октябрьнің 15-не қадар электрон мектуплерні топлашывлар протоколларны аве қарар лейхаларыны алмаға истейлер. Бұл весиқалар Дональд Трамп импичменті эснасына азырлық черчевесінде керек. Бұл эснас Америка президентінің Украинзена аддашы Володимир Зеленский еле олып кечкен телефон субеті себебінден башлатылды. Телефон субеті вақтында Трамп Украинада сабық Америка вице-президенті Джо Байден хусусында тақиқат кечірілмесіні істеген. Демократларының білдіргеніне көре тамам Байден 2020-сі Америкада кечежек президент сайлавларында Трампның рақыбы олажақ. Америка президенті қабатлавларны рет етті. Володимир Зеленский се Бірлешкен милетлер тәшкілеті баш ассамблеясы сессиясында кемсе ona басқы етмегеніні білдірді. Шимали яқым әке Европа телекөсізлігі үшін пек хафлыдарым. Бұны Вильнюсты Американың энергетика назиры Рик Перри білдірді. О, Украина, Беларусь, Полония ве дегер Шарқы Европа ве Балтық мемлекетлерінден тыш газ хаттысының құрылуыны такбих етті.
Bunun ile energetika naziri Avropalыларны Birleşken Devletler'de gaz satın almağa davet etti. Perry'nin aytqanına göre Washington Avropaның energetika sahasında münasebetlerini kuvvetleştirmege ister edi. Lituania, Litvanya ve Estoniyadan senadaşlarının beraberlikte Amerika naziri gaz teminatını çeşitlendirmek için ortak çalışma beyannamesini imzaladı. Bu gaz hattısı Rusya'nın Avropa siyasetine tesiri kuvvetleştirecek ve Avrupa'nın gaz teslimana bağlılıkını artıracak. Türkiye akımı ve Şimali akım 2 Moskvaga Ukrayna'dan tranzitini toxtatmağa imkan verecek. Джеймс Пиблс, Мишель Майор ve Didier Queloz fizik sahasında Nobel mükafatının laureatı oldu. Pibbles fiziki kosmologiya sahasındaki tetkik için mükafat aldı. Майор ve Queloz Güneş tipi bir yıldız etrafında aylanan egzotik seriya sahasındaki keşif için. Nobel haftası Oktyabr'ın 7'sinde başlandı. O tabiiyat sahasındaki mükafatla açıldı. Ve kimya, edebiyat, iktisadiyat ve barışık mükafatlarının laureatları ilan edilmesinin devam etti. 2009 senesi Nobel mükafatı 9000 İsveç kronunu teşkil etti. Bu tahminen $900.000. Resmi mükafatlandırı Merasim Dekabr'ın 10'unda mükafatının tesisçisi Alfred Nobel'nin ölüm gününde olacak. Ekvador hükümeti memleket paytahtını terk etti. Kütlevi narazılıklar sebebinden Prezident Lenin Moreno nazirlerini Guayaquil şehrine avuşturdu. Aynı zamanda paytahtga 20.000 devlet tamir halklar vekilleri ve çiftçiler yol tuttu. Ular narazılık bildirgenlerge koşulacak olan. Kita şehrinde kütlevi narazılıklar subsidiyalar lahu etilmesi neticesinde yakıt fiyatı keskin tarzda pahalaşkan için başlandı. 100'ge kadar kişi yakalanıldı. Devlet başı 2 ayga fevkalade vaziyetini ilan etti ve Almanya'ya 3 günlük ziyaretini lahu etti. Oktyabr ayının başından Ekvador'da yakıt fiyatı yani kat ko'tarildi. Biz hükümet gerekli çareler körgenini isteyimiz çünkü yeli zarar koruyor. Bizde yakıt koymak için paramız bile yok. Hususan nakliyat hadimleri zarar koruyor. Yakıt fiyatı 2 kat ko'tarildi. Bu narazılıklar boş yerde peyda olmadı. Bu problema çözülmeyecek narazılıklar bildirecekmiz. Biz teslim olmayacakmiz. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuyup bilesiniz. UATV ile olunuz, o'zingizga muqayt olunuz, sog'liqni qaliniz, yarınga qadar ko'rishguncha.